Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай өте дәмді ыстық салат дайындаймыз. Қазіргі мастер-класстарда сатылымда жүрген хит салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен етімізді осылай жіңішкелеп, жұқа қылып турап аламыз. Себебі біздің етіміз 10 минутта қуырылғанда пісуі керек. Сол үшін осылай жіңішке қылып, тез пісетіндей қылып, солонка қылып турап аламыз. Және бөлек ыдысқа салып, үстіне тұз, бұрыш және де соевый соус салып, жақсылап араластырып аламыз. Және чесногымызды осылай бөліктерге бөліп, немесе теркіден өткізсеңіздер де болады. Жақсылап араластырып 15 минутқа қоямыз. Достар, менің каналымда бірінші рет болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Көптеген қолжетімді рецепттер болады. Енді осылай әртүрлі түсті тәтті болгар бұрыштарымызды де солонка қылып турап аламыз барлығын. Бұл бізде етімізді қуырып алған майдың соңынан осылай оны да қуырып аламыз. Сол үшін осылай барлығын солонка тәрізді қылып турап аламыз. Мінекей турап алдым. Енді біздің қызып тұрған майымызға манағы маринадтап қойған етімізді жақсылап қуырып аламыз. Тұз салмаймыз, өйткені біз жаңа маринадтаған кезде тұзды салдық. Тек қана піскенше осылай қызартып қуырып аламыз. Енді етімізді сүзіп алып, сол майға біздің жаңағы тәтті болгар бұрышымызды да салып қуырып аламыз. Қатты қуырып алмаймыз, кішкене жұмсарған соң аламыз. Осылай мінекей енді қиярымызды да осылай турап аламыз, солонка тәрізді қылып. Пышақпен турасаңыздар да болады, маңызды емес. Содан соң біздің маринадталған осындай қиярымызды да турап аламыз. Енді помидорымызды солонка қылып турап аламыз, ішкі бөлігін алып тастаймыз, себебі суы шығып кетеді. Сол үшін помидордың ішкі бөлігін алып тастаймыз. Осылай барлығын солонка қылып турап аламыз. Мен осы жерде сәбізді қуырған жоқпын, осылай дайын сәбіз салат салдым. Осылай дайынын салсаңыздар өте дәмді болады. Қызыл сәбізді қуырып салғаннан көрі, осылай дайын қызыл сәбізді салыңыздар. Енді дәмін көресіздер, тұзы аз болса, бұрыш тұз салсаңыздар болады. Егер дәмі жақсы болып жатса, салмасаңыздар да болады. Өйткені біз мана етті қуырған кезде тұз салдық қой. Және біздің маринадталған қиярымыздың да тұзы бар. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Осылай әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.